Қарлығаш, сіз күйеуіңізді ішкен күйінде қабылдаңызшы. Күйеуіңізді ішкен күйінде қабылдаңыз, оны сіз қабылдай алмай жатсыз ішкен. Сол үшін ол сізге уәдесінде тұрмай қайтадан іше береді. Күйеуіңіздің жақсы жағын көруге тырысыңызшы. Плюске фокус аударыңызшы, ниетіңізді плюске қойыңызшы, минусын көре бермей. Сосын Алладан көп дұға сұраңыз. Одан кейін күйеуіңізді қалай қабылдайсыз, қалай Аллаға тапсырасыз, сізде жеңілдік пайда болады. Сіз қазір оны қабылдамай, кешірім сұраймын, қабылдай алмай отырсыз. Аяғым ауыр, не дейді, ауыр қызды болам ба дейді. Сіз қызды боласыз ба, ұлды боласыз ба, оны бір Алла біледі. Мен сіздерге тағы да айтамын, мен балшы емеспін, тәуіп емеспін, емші емеспін. Мен психолог, психосоматолог, отбасы кеңесшімін, құрметті оқырмандар. Мен бал ашпаймын, бірақ психосоматикамен жұмыс жасаймын.